Бір ұры бауға кіріп, жеміс ұрлап жей бастайды. Осы кезде қолындағы таяғы бар қарауыл да жетті. Ол ашуланып: Сәлем достар, Рухани Storytelling каналына қош келдіңіздер. Видеоны соңына дейін тамашалап, қолдауларыңызды сұраймын. «Әй, кімсің? Түс қане? Қайдан келдің?» деді. Ұры қулыққа басып: «Мен Құдайдың құлымын. Оның жаратқан жемісін дәмін татуға келдім». «Сен мен емес, осындай жомарт дастархан жайған Құдайды тілдеп жатсың, білесің бе?» деді. Құдайдың сендей құлдарын талай көргенбіз, деді де қарауыл таяқпен ұрыны сабай бастады. Ұрының жаны шығып: «Әй күзетші, Құдайдан қорықсаң қайтеді? Мен Құдайдың қонағымын. Мені бұл бауға өзі жіберді. Дастарханымнан дәм тат», деді. «Неге Құдайдың қонағын сыйламайсың?» деді. Сонда қарауыл: «Құдайдың жаратқан жемісін жесең, енді сол Құдай жаратқан таяқтың да дәмін тат. Сен сияқты шақырылмаған қонақтардың келетінін біліп те, Құдайым маған осы таяқты серік етті», депті. «Түлкіден дін үйренсең, тауық ұрлауды сауап деп білерсің». Кейбір арам пиғыл надандар діннің шапанын жамылып, түнде ұры, күндіз қазы болады. Саудагерге құран берсең, базарға ұстап таразының жанына қойып қояды. Сауықшылға сәлде берсең, тойға киіп барып, төрде отырады. Көн қатса қалыбына деген. Кәуірге дін үйретсең, ертесіне доңызын шоқындырады. Румидің осы хикаясын әйгілі ақын Қадыр Мырзаәлі видео аударған. Ұрлау менен өткен барлық ғұмыры, көрші бақтан алма жұлды бір ұры. Бірақ сол сәт көріп қалып қожайын, беруге оның дайындалды сазайын. «Мен Құдайдың құлымын ғой, болам атаң. Құдайымның жемісінен дәм татам. Жесем жеймін жаратқаның еккенін, мені сөксен тәңіріңді сөккенің». Бағбан айтты: «Мұндай сөзге тойғанбыз, Құдайыңның талай құлын сойғанбыз». Содан кейін кетті бағбан, асқынып, аяқ қолын байлады оның тас қылып. Жалынды ұры: «Не бүлдірдім ұрғандай? Құдайыңнан қорықсайшы, сормаңдай». Сол екен, ауыр жаза басталды, бағбан оның арқасынан тас балды. Құдай құлын аяп па? Жығады оны Құдай берген таяққа. Деді бағбан: «Құдайдікі құйрықта, Құдайдікі соны ұрғызған бұйрықта». Менің каналыма тіркеліп, қолдауларыңызды сұраймын.